Сәлем, достар. Әдемі ұзын тырнақ бұл тек сәннің белгісі ғана емес, сонымен қатар өзіндік күтімнің бір бөлігі. Бірақ сіз тырнақтардың қаншалықты қауіпті болуы мүмкін екенін білесіз бе? Ұзын тырнақтар сән әлемінде үлкен орын алады. Олар әйелдерге сенімділік береді, бейнені толықтырады, тіпті өзін-өзі көрсету құралына айналады. Бірақ осы сәннің артында не жатыр? Тырнақ астында жиналатын кірлер көзге көрінбейді. Бірақ бұл шағын қоймада бактериялар, микробтар және түрлі инфекциялар мекендеуі мүмкін. Ұзын тырнақтардың астында тазалықты сақтау қиын болғандықтан, бұл зиянды микроағзалардың көбеюіне қолайлы орта. Ұзын тырнақтардың астындағы бактериялар көзге, ауызға, немесе басқа да дене мүшелеріне түсіп, ауру тудыруы мүмкін. Бұл әсіресе балалар мен тамақ әзірлеумен немесе медицина саласында жұмыс істейтін адамдар үшін өте қауіпті. Ұзын тырнақтарды сәнді етіп көрсету үшін көп күтім қажет. Бірақ ұзын тырнақтардың жиі сынуы, жарақат алуға әкелуі немесе саусақ терісіне зиян тигізуі мүмкін. Ал пайдасы неде? Олар сіздің стиліңізді көрсетеді, сенімділік сыйлайды, бірақ денсаулыққа салғырт қарамау керек. Ұзын тырнақ өсіргіңіз келсе, тазалыққа ерекше көңіл бөліңіз. Тырнақты үнемі жуып, астындағы кірлерді тазартып, арнайы күтім құралдарын қолданыңыз. Ең бастысы, тырнақтарыңызды тым ұзын етпеу. Ұзын тырнақ бұл сән мен әсемдіктің белгісі. Бірақ денсаулықты сақтап, тазалыққа мұқият болу қажет. Тырнақтарыңызды әдемі етіңіз, бірақ өзіңізді де қорғаңыз. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.